Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар қауымы. Бірінші өзіме таныстырып өтейін. Өрлеу біліктілікті арттырудың ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының деңгейлік бағдарламалар орталығының өзін-өз тану, рухани адамгершілік білім беру бағдарламасының тренері Аскарова Айжамал Тұрғанбекқызы. Бүгін біз сіздермен өтетін лекция өзін-өз тану пәні мұғалімнің рөлі тақырыбымен танысамыз. Лекцияның тақырыбы өзін-өз тану рухани адамгершілік білім бағдарламасындағы мұғалімнің рөлі. Жоспары: мұғалімнің жоғары рухы, ата-аналар мен мұғалімдер үлгі ретінде. Педагогтың стилі, мұғалімдерге арналған ереже, мұғалімнің басты қасиеттері. Лекцияның мақсаты: рухани адамгершілік білім берудегі мұғалімнің рөлін ашу, оның жағымды көңіл-күй ахуалының маңызын саналы түсінуі және өзіне тән ережелерді сақтауы. Оқыту нәтижелері: тыңдаушылар педагогика классиктерінің қоғам өміріндегі мұғалімнің рөлі мен орны туралы ой-пікірлермен танысады. Олар мұғалімдердің типін, оқушыларға өз ойын жеткізудің тиімділігін, мұғалімнің өміріндегі жағымды көңіл-күй ахуалының болуын, рухани адамгершілік білім берудегі мұғалімге қажетті қасиеттерді біледі. Бірінші сұрақ: мұғалімнің жоғары рухы. Классикалық педагогикада егерде ата-ана мен мұғалім балаларға үлгі өнеге көрсетсе, онда оқушылар бойында дұрыс қасиеттер қалыптасып, қоғамды ілгері дамытады деген пікір орналады. Осы тұрғыда неміс педагог Адольф Дистербек ешбір кітап мұғалім рухын алмастыра алмайды десе, орыс химигі Менделеев педагогикалық іске өз өмірін қамтамасыз ету үшін келетіндерді емес, ғылымға деген ынтасы бар саналы азаматтарды шақырту керек деп өз ойын тұжырымдайды. Оқушы ішін толтыратын құмыра емес, ол лаулаған от, оны жандандыру қажет. Педагогика тарихында ұстаздар көп болған. Су ағатын түтікшелерді сыбызғы етіп, ноктюрн ойнатқан. Осы қатардағылардың бірі Януш Корчак. Ол педагогикалық құрбанның үлгісі. Ол баланы қалай сүю керек деген кітабында өзінің өмірлік ұстанымын келтіріп былай дейді: ең үлкен жіберілген қате педагогиканы бала туралы ғылым деп санау, ал ол адам туралы ғылым болуы тиіс. Екінші сұрақ: ата-аналар мен мұғалімдер үлгі ретінде. Әрбір адамның өмірінде отбасы оның өзіндік санасының қалыптасуының алғашқы баспалдағы болып табылады. Мұнда баланың қарым-қатынас жасаудағы білігі мен дағдысы жетіліп, оның адамгершілік бейнесі мен кәсіби өзінің орнын өзі табу қабілеті қалыптасады. Отбасылық өмір даналыққа және өркендеуге апаратын бастау болу керек. Балаларды рухани адамгершілікке тәрбиелеуде ата-аналардың рөлін ештеңемен ауыстыруға болмайды. Отбасылық тәрбие бұл өсиет немесе ақыл айту емес, ол баламен үнемі рухани қарым-қатынас жасау. Өзара қарым-қатынаста үйлесімділік таппайынша берікте бақытты отбасын құру мүмкін емес. Егер әкесі, шешесі өз міндеттерін сүйіспеншілікпен және жауапкершілікпен орындап үлгі болса, онда балалар да өз міндеттерін дұрыс орындауға үйренеді. Ал мұғалім жұмыс барысын сенім мен сүйіспеншілік атмосферасымен толтырған жөн. Атмосфера сүйіспеншілік энергиясымен толтырылған кезде риясыз жақсылық жасау қажеттілікке айналады да. Кеңпейілділік, жанашырлық, мейірімділік сияқты қасиеттер көріне бастайды. Мұғалімдердің 3 типі бар: шағымданушы, түсіндіруші және шабыттандырушы. Жолдаудың тиімділігі. Қазіргі психологтардың зерттеулерінің нәтижесі бойынша ақпараттың тек 10% ғана сөз жүзінде, ал қалған 90% жасырын жолмен мета жолдау, жабық жолдау, мета послание арқылы беріледі. Яғни ол мұғалімнің жүзі, дауысы, киімі, көңіл күйі, ойлары мен өмір сүру қалпы. Мысалы, педагог-психолог маман салауатты өмір туралы айта тұрып өзі темекі шегетін болса, оның сабағының мета посланиесі қандай болмақ? Немесе позитивті жағымды нәрселер туралы айтып тұрып, өзінің жүзінде мейірім мен жылулық болмай, қатал, қанағатсыз түрмен айтатын болса, ол оқушыларға қалай әсер етеді? Немесе өзі басқа нәрсені айтып тұрып, ойы басқада болсашы? Ал оқушылар өз жандарына жасырын түрде берілетін мета посланиені сақтап қалады.
Егер оқушы өзін жаман ұстаса, онда бір адамның мінезі жапа шегеді. Ал егер мұғалім өзін дұрыс ұстамаса, көптеген оқушының мінезіне зиян келеді. Мұғалімнің жағымды ойы маңызды. Ішкі жағымды көңіл күйдің әдістемелік тәсілі ол эмоциялық қозу күйін жеңу, ақылды тыныштандыру болып табылады. Мұғалім рухани адамгершілік білім беру үрдісінде тек жағымды және гуманистік әдістерді қолдану қажет. Өзін өз тану сабағында талап етуден гөрі көмектесу, үйретуден бұрын сүю маңызды. Сабақты сүйіспеншілікпен жүргізу үдерісі нәтижеден де маңыздырақ. Педагогтың стилі. Педагогтың стилін үшеу: авторитарлық, либералдық, гуманды болып үш түрге бөлінеді. Авторитарлық стильде мұғалім өз пікірін тықпалайды, үнемі балаларды түзетіп отырады, айтылған ойды олардың орнына өзі аяқтайды. Мұғалім шешімді өзі қабылдайды, жағдайды және оқушылардың пікірін ескермей талап қояды. Либералдық стиль. Мұғалім барлығымен кейде бір-біріне қарама-қайшы көзқарастармен келісу көзқарасын ұстанады. Балаларды тақырыптың рухани адамгершілік мәні туралы терең ойлануға бағыттамайды. Маңызды тұжырымдарды зерделеуге мұрша бермей, бір текті риторикалық сұрақтар қояды. Гуманды ізгілікті стиль. Мұғалім барлық оқушылардың пікірлерін сүйсініп тыңдайды және шеберлікпен сұрақ қою арқылы оларды өзіндік терең рухани адамгершілік пайымдауларға жетелейді. Мұғалімдерге арналған ереже, мұғалімнің басты қасиеттері. Бұл біздің 4-ші сұрағымыз. Мұғалімдерге арналған 2 ереже бар. Онда былай дейді. Бірінші, оқушыға үйрететініңді алдымен өзің орындай біл. Екінші ереже, бірінші ережеге қара. 1 жасар баланың әдетін өзгерту үшін 2,5 ай, 3 жасар балаға 11 ай, 6 жасар балаға 8 жыл уақыт қажет. Оқушының мектеп жасы өте маңызды. Мұғалімдер мен оқушылардың және ата-аналардың өзара қарым-қатынасы да өте маңызды. Мұғалім бұл ақылдың шектеулігін жоятын, сонысымен жер бетіндегі тыныштыққа ықпал ететін және өзіңді өзің ұстай білуге үйрететін адам. Егер мұғалім өз ісіне берілген және таза болса, онда оның мыңдаған оқушысы жақсара түседі және де еліміз мінезі жетілген білімді ұл-қыздарға ие болады. Мұғалімде 2 қасиет болуы қажет. Бірінші, өз қателіктерін саналы түсіну үшін сыпайылық, қарапайымдылық. Екінші, өз кемшіліктерінен арылу үшін қалауларын жетілдіру. Ертеде ұстаздар шәкірттермен кездеспес бұрын өз ойларын тазартатын болған. Шәкәрім Құдайбердіұлы: жастайынан бастап адамдардың бойында жоғары парасаттылық, өзін-өзі қадірлеу сезімін тәрбиелеуіміз керек. Бұл оның өзіндегі жаман инстинктті жоюға, қауіпті құмарлықты құртуға көмектеседі. Сонда ғана адамның және адамзаттың түзелетініне үміттенуімізге болады дейді өз ойында. Осы жерде біз «Менің атым Қожа» фильмінен сіздерге бірнеше фрагменттер ұсынамыз. Мұғаліммен сөйлесуге тіптен құлқы жоқ қожа неліктен шынайы түрде кешірім сұрады. Мұғалім еңбегінің мәні неде деген сұрақтарға сіздермен пікір бөліскіміз келеді. Ата-аналар мен мұғалімдер үлгі ретінде. Белгілі педагог Соловейчик келтірілген статистика бойынша ата-аналар баласының тәрбиесіне күніне 17 минут қана арнайды. Ал осы уақыттың ішінде қалайша жақсы адам тәрбиелей аламыз. Практик педагог Шалва Александрович Аманашвили мұғалімге елдің болашағын қалыптастыруда ең басты рөл берілген. Барлық мамандықтың ішінде мұғалім мамандығы ең ардақты, ең қиын және ең маңызды дей келе. Балалар білімді аңсайды, бірақ олар жанды білімді аңсайды дейді. Мына сіздерге берілген суретте біз жанды және жансыз білім. Жансыз білім бірікпеген қозғалмайтын білім, жанды бір тұтас сүйуші білім екендігін бейнелеп көрсетіп отырмыз. Жансыз білім дегеніміз не? Бұлар білмесе де болатынын білеміз. Бұлар хабарлана салысымен ұмытылып қалатыны. Бұлар жас адамдардың мектеп табалдырығынан әрі қарай алмайтыны және ол үшін өкінбейтіні. Жансыз білім аяққа түскен салмақ. Ал жанды білім дегеніміз не? Жанды білім мыналар: адамды рухтандырады, ғылым көкжиегіне еліктіреді, жаңа өмір жасауға ықпал етеді, жаңа ізденістерге ойды жігерлендіреді, сергектік пен эволюция әкеледі. Жанды білім қанат. Яғни біз балаларға жанды білім беруіміз қажет.
Мұғалім мамандығы шабытты еңбек, шеберлік шыңы баланы танымның қызықты үдерісіне ендіру, ізденіске, жаңалыққа ұмтылдыру. Сабақ өте қызық та тартымды өту үшін біз мына төмендегі 5 ережені сақтауымыз қажет. Олар тәртіп, талап, тыныштық, тазалық, татулық. Шығыс нақылы: егер айтып берсең ұмытамын, егер көрсетсең мүмкін есіме сақтаймын, егер еліктіре тартсаң расымен ұмытпаймын. Біз балаларды шабыттандыра білуіміз қажет. Мұғалімнің рөлі оқушының ішкі әлеуетін, оның рухани адамгершілік құндылықтар негізіндегі жоғары адамгершілік мәнін ашуға жағдай жасау болып табылады. Өзін-өзі тану пәнін оқытудың мақсаты ойы, сөзі, ісі бірлікте өмір сүретін жеке тұлғаны қалыптастыру болып табылады. Әдебиеттер. Методика преподавания дисциплины в школе самопознания, учебно-методическое пособие для учителей. Самопознание и другие учебные предметы, возможности интеграции содержания и методов, учебно-методическое пособие для учителей. Өзін-өзі тану, махаббат пен шығармашылық педагогикасы, халықаралық педагогикалық оқулар материалдары, 1 және 2 томдар. Және жұмсай еңбектері ұсынылады. Отбасылық өмір әліппесі мұғалімдерге арналған әдістемелік құрал. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау сәлемет болыңыздар.